Құрметті көрермендер, осындай тамаша сем әуеннен кейін бағдарламамыздармен қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде тақырып донор болу, өмір сыйлау деген тақырыпты алып отырмыз. Және тақырып аясында өздеріңіздің айтарларыңыз болса, ойларыңыз болса бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 453800, сіздердің қоңырауларыңыз біздің эфирдің ажарын ашатын болады. Және бүгін біздің қонақжай студиямызға мерейлі мейман келіп қалған екен. Жалға сөзің таныстырып өтсең. Бүгін студия төрімізде Серкебаев Ермек ағаларымыз жаңағыдай келіп кеткен болатын. Енді бүгін Тараз қаласының тұрғыны Ерғожин Ерлан ағамыз. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Көңіліңіз қалай? Көңілім жақсы, керемет. Енді өзіңіз жиі осы біздің қан орталығының тұрақты келушісі деп естідік. Сол орайда осы студия төрімізде шақырып өзіңізге бір алғыс білдірейін дегенбіз. Енді бүгін халықаралық донорлар күні екен. Енді өзіңіз есептеп көрдіңіз бе, жалпы қанша мәрте қан өткіздіңіз? Мен 2013-те жаз айында, шілде айында бірінші рет қан тапсырдым. Содан бері енді мұндағы айдың енді қазір данымен 25 тромбоцит 7 рет қан тапсырған екенмін. Бұл кезде мен кезде 2013-те бірінші донор болғам, қан тапсырып. Содан кезде жайлап уже қан орталықтың қыздары звондай бастады. Осындай тромбоцит тапсырғанға қалай қарайсыз? Енді ойланып көрейін деп мен ол кісілерге айттым. Жайлап көріп, соң уже тромбоцитке тапсыра кеттім. Қазір данымен жағдайымыз осы. Өзіміз денсаулығымызға бала тапсырамыз. Бәрі жақсы бізде. Ол кезде қанша жаста едіңіз? Ол кезде жұмыс істеймін ғой. Жұмыс істеп жүрген адамымыз ғой. Жұмысқа келетін. Жұмысқа келген кезде көрейінші, осы қан тапсырып көрейінші деген ой туындатты. Соң қан тапсырып көрдім. Соң өзі қанымды несін көрді да, осындай ұсыныс. Нешінші қан тобы екен сіздікі? Екінші топ. Екінші қан тобы. Енді бұндағы басы болмаса да, аяғы болмаса да ортасында жүректеніңіз ғой. Иә. Енді қыздар қоңырау шалып шақырып жатса неліктен барып? Иә, конечно, шақырады, звондайды, барам. Уже ол кезде мен қан тапсырмаймын. Уже сразу тромбоцитке барам, тромбоцит тапсырам уже. Қазір уақытта уже тромбоцитпен нетемін қазір. Қан уже алмайды менен. Барам, уже регистрацияға барған кезде уже қыздар бүкіл данныйын бәрін дайындап қояды. Барам, екінші этажға жібереді. Екінші этажға барам да бүкіл немді тексереді, давлениемді тексереді, бойымды, салмағымды бәрін тексереді. Қан алады, онан анализ алады, соның бәрін тексереді. Анализдің бәрі жақсы болған кезде уже үшінші этажға жаңағы неге жібереді. Көтеріле бересіз ғой. Иә. Енді қанша ай сайын тапсырып тұрасыз өзіңіз? Енді 2 айда, 1 айда шақырады өздері. Тромбоцит заявка түсті дейік, қыздар келесі бе деп. Соң барам, тапсырам, қайтам. Өзім чувствовать етем, жақсы чувствовать етем тапсырғанда. Енді 2-3 ай сайын енді қаныңыз таусылып қалып ондай? Жоқ, ондай болмайды. Тапсырған кезде жеңіл сезінем, жақсы сезінем. Бас айналып? Ондай болмайды. Үйреніп қалған. Біріншісінде болған шығар енді? Жоқ, вообще болған емес. Мүлдем болған. Иә, жақсы. Ондай ешқандай не болған жоқ. Иә, қан тапсырғаннан кейін енді сіздерге сол жақта кішкене күтім жасап, тамақ беріп, сондай нәрсе жасайды деп естіп жатырмыз, рас па? Иә, рас. Оның бәрін жасайды. Бірінші барған кезде, уже анализ бәрін тапсырып, уже үшінші этажға жіберетін кезде соған дайындап шай береді. Печеньемен, как положено, шай беріп, не деді да. Шай ішіп, нетіп алғаннан кейін уже үшінші этажға жібереді. Барыңыздар. Үшінші этажға барып, жаңа аппаратқа барып жатасың, отырасың. Уже суыңды, тағы бір неңді дайындап береді, таблетка нелеріңді. Сол таблеткамды, немді, суымды ішіп отырамын. Медсестралар, врачтар келіп тексеріп нетіп отырады, жағдайымды біліп отырады, жағдайыңыз қалай отыр, жақсы ма бәрі деп. Иә, жақсы деп отырамын. Өзі белгілі болады елдерінше. Бас айналып уже айта бастайды. Мен енді өзім көрдім ғой, тапсырып жатқан кезде алдымда отырған кісілер болады. Жүрегі айнып дейсіз. Иә, бас айналып, қыздар айта бастайды. Қыздар басым айналып отыр деп. Уже сразу тоқтатады, нетеді. Неше уақытыңызды алады ол сіздің? Өлдім. Енді көп уақыт, 2 сағаттай уақыт алады. Отырасың, қимылдамай отырасың. Енді алайында эфирден кейін барып шай ішіп қайту керек екен барып. Иә, қан өткізіп шай ішіп қайту керек екен. Ал енді өзіңіздің мамандығыңыз қандай негізінде? Негізі өзім мамандығым, мен жұмысын
Жамбыл облыстық көпбейінді ауруханасында жұмыс істеймін. Өзіңіз дәрігерсіз ба? Жоқ, дәрігер емеспін, персоналды басқармасының маманымын. Қызметін маманымын. Сода жұмыс істеймін. Осы уақытқа дейін сол маман неде жұмыс істеп келе жатырмын. Ал енді ұл бала өзіңіздің сұрағыңыз бар дейді. Иә, енді айтып отырсыз, жалпы көңіл күйім жақсы сезінемін деп, енді басқаларға да кеңес бересіз бе осындай қан өткізуге? Иә, басқаларға да кеңес беремін. Осы жастарға да айтатыным, қан тапсырып тұрыңыздар, өздеріңіздің денсаулықтарыңызға пайдалы, ешқандай қорықпаңыздар деп айтқым келеді. Өте пайдалы нәрсе. Қаныңдарыңыз тазарады, жақсарады. Ал енді өзіңіз қаныңызды кімге беріп жатқаныңызды айтамыз жалпы? Сізге алғыс айтқан бір жандар болды ма? Септен тигізіп айтқан жоқ, бірақ заявка түседі. Қан орталығына заявка түседі. Осындай тромбоцитке заявка түсіп еді. Келесіз бе деп звондап нетеді. Жарайды деп барам. Заявка түскен кезде тапсырып берем, кетем, болды. Рахмет, сол қыздар өздері рахметін айтады маған. Енді осындай мерекеге келсеңде өзіңізге бір алғыс хаттар табыстырып, алғыс айтып жатқан жандар болса. Бар ма сондай? Не айтам, сіздерге тілейтін шығармашылық табыс тілеймін сіздерге. Осындай қан тапсырып тұрыңыздар, қорықпаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болады. Не дейміз енді? Тек қана жақсылық деймін. Сізге де алғысым шексіз, тек қана сіздей азаматтарымыз көп болсын, тек қана сауапқа бөленіп, халықтың алғысын алып жүрген өзіңізде азаматтарымыздың саны көбейе берсін дейміз. Сізге өзіміздің атымыздан, Жамбыл телеарнасының атынан, тіпті барша Жамбыл облысы тұрғындарының атынан алғысымызды жеткіземіз дейміз. Сізге де алтындай уақытыңызды бөліп келген, осындай тамаша сұхбат берген сізге де мың алғыс. Иә, әрі қарай да басқа кісілердің денсаулығы мықты болуына осындай өзіңіздің қаныңызды өткізіп жүріңіз, сол себепті денсаулығыңыз мықты болсын дегіміз келеді. Үлгі болыңыз дегіміз келеді басқаларға да. Иә. Ал енді бізде бағдарламаны әрі қарай жалғастырып,